Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жаңа жылдық патшайым салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге асылған картоп, сәбіз, қызылша, жұмыртқа мен тауық еті, сондай-ақ ащы қияр қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, картопты, сәбізді, қызылшаны, жұмыртқаны үкіштен өткізіп аламын, ал ащы қиярды осылай ұзынша етіп турап аламын. Ал тауық етін видеода көріп тұрғандарыңыздай, оны да ұсақ бөліктерге тураймын. Қажетті заттардың барлығын дайындап алғаннан кейін барып, осындай форманың ішіне үкіштен өткізілген картопымыздың жарты бөлігін салып, бір қалыпқа келтіріп аламын. Оның үстіне қажетті мөлшерде майонезді салып, лопатканың көмегімен бір тегістеп аламын. Енді туралған ащы қиярымызды салып, оны да біркелкі қалыпқа келтіріп, үстінен майонез салып, оны да тағы тегістеп шығамын. Қиярды салып болғаннан кейін, оның үстіне тауық етін салып, оны да біркелкі қалыпқа келтіріп, үстінен майонез жағамын. Бұл салатты тек қана жаңа жылда ғана емес, кез келген мерекеде дайындап дастарханыңызға қойсаңыз, дастарханыңыз әдемі болып көрінеді. Енді үкіштен өткізілген жұмыртқамыздың барлығын салып, оны да жақсылап біркелкі қалыпқа келтіргеннен кейін үстіне майонез жағамын. Енді үкіштен өткізілген сәбізімізді де салып, оның үстінен де майонез жағамын. Одан кейін оның үстіне үкіштен өткізілген картоптың қалған бөлігінің барлығын салып, бір тегіс қалыпқа келтіріп, оның үстінен де майонез жағамын. Сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді форманы алып тастап, салатымыздың үстіндегі майонезді тегістеп, оның жан-жағына да майонез жағып шығамын. Майонезді біркелкі жағып болғаннан кейін, лопатканың көмегімен осылай салатымыздың бетін теңде төртке бөліп алып, өзімізге қажетті видеода көріп тұрғандарыңыздай бейне жасап аламын. Енді салаттың бетіндегі бейнеге қарап отырып, ең үлкен бөлігіне қызылшаны орналастырамын, және де жан-жағына да жағып шығамын. Қызылшаның барлығын салып болғаннан кейін, салаттың бетіндегі ең кішкентай бөлігіне жұмыртқаның, үкіштен өткізілген ағын барлығын орналастырып шығамын. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын дайындап болғаннан кейін, қолыңызда бар аскөкпен сәндесеңіздер болады. Мен осындай укроппен сәндеп шықтым. Ортасына қызылшадан гүл жасап орналастырдым. Сіздер де осы салатты осы рецептпен дайындап көріңіздер.